Жолбарыс пен қоян. Бұрынғы өткен заманда қара орманға бір жолбарыс патша болыпты. Зорлықшылдығы сонша, өзіне кездескен аңды тарпа бас салып жей береді екен. Сөйтіп ол орман ішін қан қақсатыпты. Аң біткен үрейден өлетін халге жетіпті. Ақырында барлық аңдар бас қосып кеңес құрыпты. Жолбарыстың көзі шалған аңды қылғытып салуы әдетке айналды. Тіршілігіміздің берекесі кетті. Соған тыйым салатын бір амал табуымыз керек. Осылайша ақылдаса келіп, аңдар жолбарысқа елші жіберуді ұйғарысады. Елшілікке кімнің баруы керек екені жөнінде бәрі бір ауыздан. Қуа қалса, тасқа шығып кетерсің, тас сенің табаныңа балшықтай жабысады деп тауешкіні жұмсапты. Тауешкі көпшіліктің айтқанынан шыға алмапты. Қалың жыныста жатқан жолбарыстың қасына үрейлене зорға жетеді де, елшілік міндетін өтей келгенін айтып, аңдардың өз патшасына шағатын мұңы мен арызын баяндай бастапты. О, алдияр тақсыр! Осы орманның барлық аңдары бас қосып мәслихат өткізді. Ол не қылған мәслихат деп сұрайды самарқау түрмен керіліп созылып жатқан жолбарыс. Аңдардың қалауы бұлай дейді тауешкі түсіндіруге ынтығып. Осы уақытқа дейін патшамыздың өзі тамақ тауып жеу үшін орман кезіп, табанынан таусылып жүрді. Соны елемегеніміз ұят болды. Енді біз патшамызды сол азаптан құтқаруымыз керек. Бұдан былай патшаға жейтін жемді өзіміз алып барып тұрайық деп ұйғарысты. Сол хабарды жеткіз деп мені жіберіп еді. Иә, сонан соң дейді жолбарыс сызданып. Тауешкі сөзін соза түседі. Ормандағы аңдар өзінің кезегі жеткенде сенің алдыңа өзі келіп тұратын болды. Сөйтіп енді сен орман кезіп әуреге түспейсің. Міне саған аңдардың айтары. Бұларың табылған ақыл екен. Жарайды, мен де көндім деп жолбарыс басын шұлғыпты. Сөйтіп осы уәде бойынша аңдар күн сайын азықты жолбарысқа кезекпен өздері жеткізіп беріп тұратын болыпты. Бір күні кезек сондағы бір ақсақ қоянға да келеді. Әлгі қоян енді қалай да ажалдан құтылудың амалын ойластыра бастайды. Содан жолбарысқа тамақ жейтін уақытын өткізіп жіберіп, әдейі кешігіп келеді. Қоянды көре сала, неге сонша кешіктің? Аштан өлетін болдым ғой деп ақырады жолбарыс. Алдияр тақсыр, сені сонша күттіріп қоятын менде қандай құдірет болушы еді, дейді қоян безгектеп. Түр-тұрпатын мынау, аузың толып асайды алмайсың. Патшамыздың бір күндік азығына жарамаған сорлы басым-ай деп өкіндім. Содан кейін бір туысқаныма барып, мен патшамыздың асына аздық қып тұрмын, сен де жүрші деп өтініп, ертіп келе жатыр едім. Орта жолға жеткенде, тақсыр дәл өзің сияқты жолбарыс жол тосып, қалай бұлтарсақ та құтылып кетудің амалын таппадық. Сөйтіп жүріп әлгі жолбарыс ертіп келе жатқан туысқанымды ұстап алды да парша-паршасын шығарып жеп қойды. Өзімнің бір сирағымды мертіктірді. Соның кесірінен кешігіп қалдым тақсыр. Мұны естігенде ашуы қайнаған жолбарыс жатқан жерінен атып тұрыпты. Ол кім менің ырыздығымды жеп, орта жолдан қол сұғып жүрген? Жүр, мені соған ертіп алып бар, деді жолбарыс қоянға. Ақсақ қоянның да күткені осы екен. Алдына түсіп алады да, ақсаңдай басып, жолбарысты қалың жыныстың бір шетіндегі құдықтың басына ертіп келеді. Сол жерге тоқтап, міне тақсыр, әлгі жолбарыс осы құдықты мекендейді деп қоян құдықтың аузын нұсқайды. Жолбарыс таяп кеп құдыққа үңіледі. Құдықтағы су бетінен өз бейнесін көреді де, әй, сен кімсің деп ақырады қаһарланып. Құдық ішінен өзінің дауысы жаңғырып, одан бетер қаһарлы боп естіледі. Ол да айбармен ақырады. Сен кімсің? Патша жолбарыс ашуға булығып, дауыл ұрғандай қалтырайды. Тісін ақсита күркірейді. Құдық ішінен де сондай айбат шегіп тұрған жауын көреді. Бұл қорлыққа шыдай алмаған патша жолбарыс қуыстағы жауын бұл маңнан қуып тастамақ боп қарсы шауыпты. Сөйтіп ызалана гүрілдеп құдықтың ішіне күмп беріпті.
осылайша барлық аңды ақылды қоянның тапқырлығы құтқарып қалған екен.